Мен Тасмақова Айнұр, көп балалы анамын, 4 балам бар. Мен осы Салихалы ұрпақ қорынан көмек алып жатым продукты. Ол көмекті алам дегенге дейін біздің тамаққа, продуктіге жұмсайтын ақшамыз 30-40 мың болған. Квартирада тұрамыз, квартираға ақша, тамаққа ақша. Сонымен осы Салихалы ұрпақ қорынан продукты алғалы бері біз көптен бері жер аламыз деп жүріп, осы жерге ақша жинап, жер алдық. Маған группаға осы жердің рекламасы келді. Содан өзім сол күні өзімнен өзім тұрып, осы жерге келіп, көріп жерді, жаңағы кісімен жолығып, жерлерін көрсетіп, өсіп, ұнағасын осы жерді алдық. Енді Құдай қаласа осы жерге үй саламыз. Балдарымның әр бөлмесі болады, өздерінің жеке-жеке. Үлкен үй тұрғызамыз. Мына жерге свет, су бәрі келіп тұр, газ келіп тұр. Алдағы уақытта соның бәрін Құдай қаласа кіргіземіз. Сондай жоспарымыз бар. Енді соған бұйыртсын. Үлкен үй болады. Бір айға шынымен де сіздердің берген продукты шынымен де бір айға жетеді. Ұнда, жаңағы шемшке майымызда бүкілі бір айға толық жетеді. Енді күнделікті ол нанымызға ғана былай магазиннен алмасақ, базарды ұмыттық қой негізі продуктіге келуді. Оны күнде айтсақ та жалықпаймыз негізі. Салихалы ұрпақ қорының негізін қалаған Болат Назарбаев ағамызға рахмет. Қолының арқасында ақша жинадық. Көп көмек болды бізге. Көп рахмет.